сәлемдер. Мен бүгін сіздерге осындай пазл ойынын қалай құрастыру керек екенін көрсететін боламын. Мысалы, бұл жерде менде мынандай мысалы тақырыбы жазылып тұрады және мына жерде сұрағы жазылып тұрады. Бұны біз үй жұмысын қайталаған кезде немесе соңында бекіту тапсырмасын жасаған кезде қолдануға болады, немесе кез келген ойын форматында өткізгіңіз келсе. Сөйтіп, бұл жерде мына сұрақтарға жауап беру арқылы не істейді? Яғни мына жерде артында сурет шығатын болады. Сол жерде бұл суретте бізде мысалы жаңа тақырыпқа қатысты сурет шықса, балаларға, оқушыларға, мысалы балалар мына суретте не байқап тұрсыздар деген сияқты жаңағы сұрақты қойып жіберсеңіз, өте қызықты болады. Яғни мынаның пазл ашылады, соңында қызықты бір не шығады, сурет шығады. Сол кезде осы суретке қатысты сұрақ қойып жіберуге болады. Енді осыны қалай жасауға болады, мен сіздерге қазір көрсетемін. Сосын мына жерде аяқтау, астына жарайсыздар деп осылай шығатын болады. Яғни пока что музыкасыз, дыбыссыз қалай жасау керек екенін сіздерге көрсетемін. Ол үшін біз Gemini'ді ашамыз. Мен обычно Gemini'мен жұмыс жасаймын. Негізі ChatGPT-мен де жасауға болады. Canvas деген жерін басып қоямыз. Міне мына жерде былай Canvas. Енді былай жазамыз, маған мысалы үй жұмысын қайталау үшін арналған сұрақтарды қою арқылы және сол сұрақтарға жауап беру арқылы пазл бөліктері ашылып отыратындай болуы керек. Жоғарғы жағына осы пазлдың бір ерекше бір атауын бер, пазл ойынына. Астына тақырып жазылуы керек және 9 сұрақ, 9 сұрақ болу керек. Сол сұрақтар сұрақ кезек шығып отырады. Мысалы, түсіндіріп жіберейін. Бір сұраққа былай жазайын. Мысалы, әрбір сұраққа жауап астында 9 пазл бөлігінде. Бірінші сұраққа пазлдың әр сұраққа пазлдың бөлігін басу арқылы жауап беріп, пазл бөліктері ашылған сайын артында бір сурет шығуы керек. Сурет шыққан соң аяқтау кнопкасы болсын и соңында жарайсыздар деп құттықтау болады. Интерфейсті, мысалы, фейсті биология пәніне сәйкес етіп жаса, жинақы, мысалы, көк, жасыл, сары түстерді қолдан. Маған мысалы осылай түстер ұнайды, Қазір примерно қалай жасады? Мысалы, мынаның әрбір промптты мен қазір отырып ойлап жасап жатырмын. Негізі сіздердің өздеріңіз фантазияларыңызға байланысты. Бізге қалай жасайды екен, сіздерге көрсетемін қазір. Енді біз сұрақтарды енгізетін қылып жасасаңыз болады, бірақ сұрақтарды дайын күйде құрастырып, сол жерге сразу енгізуге болады. Қазір сөзімді толық түсіндірейін. Мына жерде бізде код жазылып жатыр, міне. Мына жерде маған сұрақтарды уже құрастырып беріп жатыр екен өзі. Мысалы, сұрақтарды қазір құрастырып берді ғой. Ол сұрақтарды қазір ауыстыруға болады. Мен көрсетемін сіздерге. Міне, былай жасапты. Басқаша, міне уже, биожұмбақ деген атау берген. Үй жұмысын қайталау. Бір пазл сұрағы, жасушаның ең сыртқы қорғаныш қабығы қалай аталады дейді. Мына жерге жазатын қылып не істеген екен. Мен былай етейін. Жауап бізде мына пазлдың бөлігінде тұру керек.
иә. Так, сұрақ жауабы пазлдың бөлігінде орналасуы керек. Рандомды болу керек деп жазайын. Қазір өзгертіп береді маған. Айтпақшы, тағы бір нәрсесін жазуды ұмытып кетіппін қазір. Былай жазам. Қазір көрейін, сосын тағы жазам. Артындағы суреттің орнын. Міне, жасушаның ішін толтырып тұратын органоидтар орналасқан іркілдек сұйықтық не деп аталады деген кезде, мысалы, бізде мына бала мына жерде басады. Мына жерде менде уже сурет дайын тұр екен. Энергияны қамтамасыз ететін электр станциясы не деп аталады? Мысалы, митохондрия, тұқым қуалау ақпаратын сақтайды, ядро, жасушаның ең сыртқы қорғаныш қабаты қалай аталады? Мембрана, мысалы, қателескенде міне қателестік деп шығады екен. Жасушаны сырттан тасымалдауға, жинақтауға қатысатын қатпарлы каналдар жүйесі. Нәруз синтезін жүзеге асыратын өте ұсақ. Так, келесі шырын толы вакуля. Міне артында мысалы бізде осындай сурет шықты. Енді мен мысалы мына суретті аяқтау десем, қалай, міне жарайсыздар деп ойынды қайта бастау деп шығарды. Енді мен мысалы суретті өзім қалағанша өзгерткім келеді, иә. Былай жазайын. Пазлдың артында тұратын суретке ағылшынша бір точка JPG деп, иә, мысалы, кәдімгі суреттің форматы. Суретке суретін қою керек, иә. Вот, өйстіп жазамын. Енді мен бұны қазір сіздерге түсіндірем болады. Мысалы, любой бір суретті іздейін. Мысалы, маған қандай сурет? Так. Мысалы, flowers деп ағылшынша, мен просто суреттерді істеген кезде ағылшынша іздеймін. Өзіме солай ұнайды. Өздеріңіз білесіздер ғой, гүлдер деп іздей беруге болады, әрине. Енді, мысалы, мына бір гүлді алайын, иә. Бұны мен көшірем. Сохранит. Енді мен осы қазір кодпен екеуіне арналған бөлек бір папка ашам, иә. Мысалы, мына папкам ашылды. Мына папка тұр, болды. Енді жаңағы көшіріп алған суретімді. Так, бұл суреттің форматы дұрыс емес екен. Қазір маған басқаша форматтағы, жаңа JPG дегендегі форматтағы сурет керек қой. Суреттің форматы алдын ала көруге бола ма? Так, кішкене. Мына JPG. Так, мына суретті көрейін ал. Мынау да осындай екен. Так, міне форматы мынандай болып тұр, иә. Енді мен бұл форматқа келтіре салайын, лучше. Сурет орнына, пазл суретіне пазл артындағы суретке бір точка бағанағы мен көшірген суреті және дейін, да, бұл қандай суреттер, және бір точка суреттері тұратындай болуы керек деп жазам. Яғни мына форматты да ала беруге болатын қылып жасап қойдым, иә. Енді бұған бір деп айттым ғой жаңа, сол үшін бір деп өзгертем. Міне бір деп өзгерттім. Енді мен бұны жаңағы папкаме апарып қоямын. Мына папкаға бардым. Папкамның ішінде тұр. Енді мен кодты көшіремін. Кодым әлі дайын болды ма? Кодым жазылып біткен сияқты. Енді мен қазір осыны көшіріп сіздерге көрсетем, потом сұрақтарын қалай ауыстыруға болатынын көрсетем. Енді мына сайт керек, onlinepython.com деген сайт, onlinepython.com, иә. Осы сайт керек болады маған қазір.
ал әлі негізі кодым дайын сияқты, қазір көшіріп ала берейін. Сөйтіп көшіреміз, мына жерге қоямыз. Мына сохранить деген бөлік тұр ғой, осыны басамыз. Puzzle деп жазайын, HTML деп жазамыз, .html. Көшіріп алдым. Енді осы көшірілгенді де жаңағы ашқан папкаме апарам. Міне, puzzle. Міне, папканың ішінде сурет тұр, puzzle тұр, міне. Енді ашып көрейік. Міне, биожұмбақ, жасуша құрылысы, фотосинтез процесс кезіндегі жасыл пластид, міне, көрдіңіз бе, артындағы сурет. Және ең сыртқы қорғаныш қабаты, мембрана, мысалы, ең синтезі рибосома, нәруз жасушаларында бұл жануар жасуға кездеспейді. Тек өсімдік жасушаларында бұл жануар жасуға кездеспейтін сыртқы қабаты. Жасуша қабырғасы, жасушаның ішін толтыратын вакуоль, цитоплазма, толтыратын организм, тұқым қуалау ақпараты ядро бізде, мысалы. Осылай, міне, көрдіңіздер ме? Яғни, соны аяқтай салайықшы, электростанциясы қатысатын қатпарлы. Міне. Енді бізде аяқтау, барлық сұрақ шешілді, жарайсыздар деп, Енді қараңыздар. Бұл дайын, мысалы бізде. Енді маған, мысалы, басқа сұрақтар керек, Мына биожұмбақ деген атын өзгертсеңіз де болады. Енді оны қалай етеміз? Мысалы, жаңа чат ашам. Енді мынау кодым бар ғой, жаңағы puzzle деп көшірген. Осыны былай апарам. Енді мен сіздерге түсініксіз или жай сөйлеп кеткен жоқпын ба? Комментарий жазып кетіңіздер. Енді былай, маған тура осы puzzle ойыны бойынша бірақ, мысалы, география пәніне сәйкес атаумен өзгерт. Биожұмбақ, мысалы, биожұмбақ деген сөзді ауыстыр дейін. Және 9 сұрақты, мысалы, қандай тақырып? Мысалы, Қазақстан қазба байлықтары. Тақырыбы бойынша құрап бер. Немесе өзіңіз қандай сұрақтар қойыңыз келеді, сол сұрақтарды дайын күйде осы жерге қойсаңыз болады. Осы сұрақтарды қойып бер деп жасауға болады. Енді канвас бөлігіне ауыстырам. Енді қараңыз, ауыстырып береді бізге қазір. Кішкене күтеміз. Өте жақсы шыққан сияқты. Негізі любой затты сұрақтарды ауыстырып, суретті де ауыстырып көре беруге болады. Қазақстан қазба байлықтары тақырыбына толықтай бейімдедім дейді. Ойының дизайнын табиғат пен геологияға сәйкес алтын, сары, қоңыр және терең көгілдір дейді. Геожұмбақ, мысалы, биожұмбақты геожұмбақ деп өзгертіп тастапты. Пайда қазбат металдар туралы мұқият құрастырылды. Атауы геожұмбақ болып ауыстырылды. Тақырыбы Қазақстанның пайдалы қазбалары. Енді көрейік. Мына жақта код бізде жазылып жатыр. Кодымыз негізі жазылып біткен екен. Дайын күйде ала салайық. Копировать. Тура жаңағы онлайн Pythonға кіреміз. Қоямыз. Тура осы сохранить деген знакты басамыз. Енді бұл жерге, мысалы, өзіңіз тақырыбын жазасыз. Міндетті түрде .html. Сохранить. Сохранить. Енді тура бұл жаңағыдай папкамыз бар ғой, біздің суреті бар. Сол папкаге ауыстырамыз. Сіздер мына артындағы суретті ауыстырсаңыздар болады. Мына суретті өшіріп тастап, орнына жаңа сурет қойсаңыздар болады. Енді ашып көрейік. Міне, геожұмбақ. Тақырыбы Қазақстанның пайдалы қазбалары. География пәні. Өте күшті, әдемі шыққан сияқты. Қазақстанның өндірудегі әлемде бірінші орында тұрған ядролық энергетика, оны табылатын элемент. Мен білмеймін, бұл мысалы география онша. Көмір астанасы деп аталатын еліміздегі ең ірі тас көмір. Жақсы, міне, осылай сіздер не істейсіздер, ауыстырып көре бересіздер. Тақырыбын да өздеріңіздің фантазия бойынша да осылай жасай аламыз. Міне, әдемі шықты. Жақсы, сау болыңыздар, каналға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Сонымен қатар мен осы вайп кодинг бойынша марафон өткізгім келеді, жақын арада хабарлайтын боламын. Хабарда болу үшін менің телеграм каналыма тіркеліңіздер.